Осы жоба сізге ертесін. Сіздің оқуына сұрақтарын алыңыздар. Енді солай ма деп жолбарыс сабасына түседі. Иә, сабасына. Сіздің алғаш екеніңізді мен барлығынан білмеймін. Содан сізге дәрі іздеп кеттім. Деген күлкілі сөйлі рас па, әлде оның айласы ма? Айласы ма, әлде рас па? Айласы. Жолбарыс оны жібіп қояды дейді. Соңынан ол айлар тауып, мен дәрі іздеуге басшылары сіздерге мынадай мақалалық көмектесін айтады. Жасырылған жұмбақтың шешесі атында жұмбақ. Әр топтан екі оқушыдан шығарады. Тыныш отырып жайлап қол үйретіп отырған. Кәдімгі болған шығарады. Жасып береміз. Кім шығады? Біздің жемісіміздің артына жұмбақ шешу керек. Сол көзбен бір ақылдан қалай? Егер білсеңдер бірден айтсам болады. Адамның денсаулығына пайдалы. Тасын шар оқы. Жерде жатып қойынды. Жерде жатып үйім болды. Тауын, кімге жырып қай қоясың. Келесі баладан. Бір бала қайда? Балалар керек бала. Өте жақсы. Аталығына қойып, өте Әне, кім білет балалар шулап, лашын бесі Ойланың. Ойланың. Қияр деп ойлайсыңдар ма, Барағонда? Алла айтшы жаңа қандай пайдасы бар деді? Жеміс-жидектердің өте жақсы, күш қуат береді. Біз жеміс-жидектерді жеу арқылы өздеріміздің бойымызға дәрумендер мен байытады екенбіз. Жақсы теңізшілер лимон жеуді әдетке айналдырды. Жүзу сапарларына лимон алып шығатын болды. Өйткені керқұлақ ауруының себебі С дәруменінің, яғни аскорбин қышқылының жетіспеушілігі екені анықталды. С дәрумені лимон. Теңізшілер жаңа жерлерді іздеп шармады. Оларға көп қауіп-қатер төнді. Бәрінен де қорқыныштысы керқұлақ ауруы болатын.
ziyarlı oldu. Sonuç limon aldı. Iya. Aytalım, Aygeri aytalım. Ya ne için? Limonu alır. Hepsini sodalarına üstüne limonda atıyor. Сол жетіспеудің қандай зиян болды жетіспегендіктен? Қандай зиян болды? Иә, әрине, қандай ауру? Геркулес ауруына шалдықты. Лимонның қандай пайдасы? Өзіңе бір ой қой. Иә, қандай пайдасы бар лимонның? Иә. Оны адамдар жесе Өте жақсы, сен өзіңе бір ұпай қойып қоясың. Мәтін неліктен осылай аталды деп ойлайсыңдар, балдар? Ауру. мәтін бойынша Тістері не үшін түскен екен? Сыз дәрумені жетіспегендіктен настай ауру. Шығатын болған теңізшілер. Қайда алып шығатын болған соны әріппен белгілейміз. Екінші тапсырмада дұрыс жауабын жазып кетесіңдер. Түсінікті ме балалар? Алманы. Себебі сендер топтарыңарды алма. Ал оқы. Балалар бір-бірін Айша бейбі екінші өлеңді. Деревнің жазда қарақат терурақат себептің оғанына енді Айсұлтан топ екен, қарақат. Айсұлтан оқысын. көктем шыда гүлдегені көріктер жауыз деп ақсарда маудырап көзіне еріп тұр. Әнші оқы, өрік оқы қайтадан. Әкесі бағымға көріпсі көктем шыға сөздер Қаттаннан мен істеп шықпақ. Сол сызықша алып келеміз оған. Алар бір сұрақтаны егер сол ғана есептейді. Балалар бұны алға маған бермейміз, қазір дұрыс жауап. Тақтадан сосын алғаға ұпайымыз айтамыз. Біз сабақтың соңында біз неше балл алғанымызды біліп отырамыз. Бітірдіңіз ме? Ат жөндерін жазып қойыңдар. Балалар, уақыт аяқталды. Алтыншы тапсырма бар. Жауабын мен көрсетеміз. Зоңлағымыз келді. Өте жақсы. Оның бізге пайдасы бар. Қандай пайдасы? Адам денсаулығын. Адамға пайдалы. Жазғандар бұл природа, жазғандар талқыланып бар. Құстарға да ұнайды екен қарақат жемістер, иә? Қарақат жемісіне шай жасауға болады. Иә, қарақат. Өте керемет екен, иә, балалар, қарақат. Алмадан табу жасауға болады. Иә. Алмадан дәрумен алуға болады. Иә, алманың өзі жесек дәрумен екен. Алманың түсі қызыл және жасыл сосын. Дұрыс айтады, алма ағашта өседі екен, иә, балалар? Иә, қандай жаздыңыздар?
алма тобы өте жақсы айтты, иә, балалар. Келесі өрік тобы. Тыңдаймыз сізді. Қалтада өседі. Иә. Иә, жазғанымызды айтамыз балалар. Маңызды сөйлеу. Иә. Пайдасы. Иә. Жейміз ба біз қиярды? Иә. Иә, қайда дейді? Күнделікті тамақпен қосып салат қылып жейміз.